Достар, үй жағдайында жасалатын, үйде бар затпен жасалатын салат өте оңай, дәмді салат жасаймыз. Ол үшін ең алдымен біз етті бірінші пісіріп аласыздар. Картошка сәбізді пісіріп аламыз. Тұздалған қияр, помидор керек болады. Және бір чеснок, көк шөптер керек. Етті осылай турап аласыздар. Сәбізді де ромбиктап тураймыз. Видеодағыдай көріңіздер. Менің каналымда бұдан да түрлі рецепттер, салаттардың түрлері өте көп. Мастер-класстан үйренген салаттарым сіздерге көрсететін болам. Ол үшін менің каналыма подписацияны басып, қоңыраушаны басып қойсаңыз, видеоны сіз бірінші болып көретін боласыз. Көк пиязды осылай турайсыздар. Қызанақтың орнына чили помидоры болса да болады. Соус жасаймыз. Соусқа бір чеснокты осылай езгілеп турап аламыз. Екі ас қасық қаймақ, 2 ас қасық майонез салып араластырасыздар. Достар, міндетті түрде жасап көріңіз. Ұнап жатса достарыңызбен бөлісіп отырыңыз. Өте оңай, ерекше салат. Дәмі өте керемет болып шықты. Жасап көріңіздер, ас болсын.